Сәлем қыздар, бүгін алма пирогының рецептімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде қарап шығыңыздар, жасап көріңіздер. Бөлме температурасындағы жұмсақ майымыздың үстіне қант ұнтағын салып араластырамыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып жіберіп, араластырып жібереміз. Енді бір жұмыртқаның тек қана сарысын саламыз. Араластырып алып, оның үстіне қопсытқышымызды және де ұнымызды салып, қолымызбен қамырдың басын біріктіріп аламыз. Қамырды қатты мыжғылап илеудің қажеті жоқ, өйткені май мен ұнымыз басы біріккенде жұп-жұмсақ осындай әдемі қамырымыз дайын болады. Мінекей қамыр жұп-жұмсақ әдемі қамырымыз шықты. Енді осы қамырдың шетінен кішкене бөлігін алып, мешокқа салып, оны холодильникке саламыз. Пирогымызды жасайтын тапамызды майлап аламыз. Оның ішіне жаңағы жұмсақ қамырымызды осылай қолымызбен жайып шығып, теп-тегіс қылып жайып шығамыз, және де қыздар бортик шығарамыз. Бортик шығаруды ұмытып кетпейміз. Енді начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін біз алманы теркіден өткізіп аламыз. Оның үстіне қантымызды және мейізімізді саламыз. Және де лимонның соғын кішкене сығып, лимонның соғын қосамыз. Барлығын әдемілеп араластырып аламыз. Дайын начинкамызды формадағы қамырымыздың үстіне салып, теп-тегіс қылып жайып шығамыз. Және де қыздар, мен үстіне себуге крошка жасадым. Ол үшін ұн мен майды қолыммен әдемілеп езгілеп, крошканы жасап алдым. Дайын крошкамды формадағы начинканың үстіне сеуіп шықтым. Енді осылай сеуіп болғаннан кейін холодильниктегі қамырымды алып, мен гүлдің формасын кесіп алып, жаңағы формадағы начинканың үстіне, крошканың үстіне жайғастырып, 180 градусқа духовкаға жібереміз. Неке қыздар, пирогымыз дайын, өте дәмді, сондай жұп-жұмсақ пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер.